Ерекеден өте пайдалы видео болсын достар. Мемлекеттік сыйлық ақы туралы полный информацияны, толық ақпараттарын барлығын беремін. Енді мен госпремия деп жазып қойдым, неге? Өйткені халықтың барлығы госпремия деп үйреніп қалғанда мемлекеттік сыйлық ақы деп айтып отырмайды. Сондықтан госпремия туралы не білуіміз керек? Қараңыздаршы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 пункт білу керек та, 8 пункт. Мен точно білемін, сіздің осының екшеуін білмейді шығарсыз деп ойлаймын. Сондықтан асықпай тыңдап алыңыз. Бірінші мәселе, мемлекеттік сыйлық ақы госпремия ГП деп қысқартып қойып, ол 20%. Оны енді барлығы білетін шығар. Екінші, 20%, максимум 200 МРП-ға түседі дегенді айтады да. 200 МРП дегеніміз не? Месячный расчет показатель дейді ғой орысша, ал енді есептік айлық көрсеткіш дейді қазақша айтқан кезде. Бір есептік айлық көрсеткіш, яғни бір МРП 3932 теңге 2025 жылғы жағдайға. Енді бұл МРП өзіңіз білесіз, жыл сайын өзгере береді. Бұл өзгерген сайын бұл максималды 200 МРП-ның да сомасы өзгере береді. Қазір таңда 200 МРП 786.400 теңге болып тұр. Яғни 786.400-ге дейін 20%-ын бере береді деген сөз жалпақтым айтқан кезде. Ал одан кейін асқан ақшаларға уже 20% жүрмейді. Достар, соны біліп алыңыздар. Енді 200 МРП-ны 20%-ға көбейтетін болса, онда 40 МРП шығады. Яғни максимальный государственная премия ең көп дегенде бір адамға 2025 жылы 157.280 теңге түседі екен. Яғни сіз ақша салдыңыз ба, 786 мыңға дейін ақша салдыңыз ба, максимально, онда 157.280 теңге түседі. Одан да көп ақша салып жатсаңыз, миллион, 2 миллион, 3 миллион салсаңыз да, сізге бірақ госпремия 157.280 ғана түседі. Максимально, одан артық түспейді бір адамға. Бұл 2025 жылға жағдай. Ал 2026-2027-де көріп отырған болсаңыз, онда МРП-ны сол жылдағы МРП-ны көбейтсеңіз, сол сан шығады. Енді тағы төртінші мәселесі. Сақтаңыздар, қараңыздар. Бір адамға бір депозитке ғана түседі. Яғни бірнеше депозит болуы мүмкін. Мысалға, бір клиентте 4 депозит болатын болса, соның біреуіне ғана мемлекеттік сыйлық ақы түседі, қалған үшеуіне түспейді. Оны біліп алыңыздар, жақсы ма? Үшеу, төртеуі де бір адамның атында болатын болса, онда тек біреуіне ғана түседі. Және тағы бесінші мәселе. Госпремия 1 январь, 1 қаңтарда қандай ақша тұр, сол қаражатқа есептеледі 20%. Мысал үшін, сіз оны февраль, март, апрель, май, июнь жинап, келіп 786 мың теңге жинап алғандары бар, немесе декабрьдің 31 күні 786 мың теңге салып. Банк компьютерге ол бәрібір 1 январда неше ақша болып тұр, сол ақшаға 20% есептеледі. Түсінікті ғой? Және тағы бір мәселе, госпремия міндетті түрде заңға сәйкес 1 наурызға дейін, 1 мартқа дейін міндетті түрде түсу керек сізге. Одан кейін тағы 6-шы мәселе, қараңыздар. Депозиттің мерзімі егер 3 жыл толмаған болатын болса, онда оны шешіп алған жағдайда мемлекеттік сыйлық ақы сізге берілмейді. Соны ескеріңіздер, депозиттің мерзімі 3 жыл болмаса, онда шешіп алатын болсаңыз егер. Ал егер басқа біреуге беретін болсаң, онда госпремия сақтала береді. Міне, оны 7-ші пунктта жазып қойдым. Госпремиясы бар депозитті қосқанда госпремия қосылады. Яғни екі госпремиясы, мысалға папасында и мамасында бар депозиттер, ол екеуін бір-біріне қосқан жағдайда госпремия бір-біріне қосылады. Яғни сақталады деген сөз. Және тағы бір мәселе, 8-ші қараңыздар. Госпремиясы бар депозитті басқа адамға берген жағдайда, егер ол адам оралман болатын болса, яғни Қазақстан Республикасының азаматы емес болатын болса, онда госпремия сақталмайды. Түсінікті ма? Яғни, мысалы үшін, менің депозитім өзім туған туысқаныма берейін деп жатырмын, ал оның менің туысқаным оралман болатын болса, оған аударған кезде мендегі госпремия қайтадан бюджетке кетіп қалып, ол кісіге госпремиясы аударылады. Ал енді қазіргі отбасы банкта семейный пакет деген дүние бар да, яғни жанұялық пакет. Оның артықшылығы неде? Мен мысалға 4 миллион теңгемен көрсетіп отырмын. Егер бір адам 4 миллион теңгені алады да өзіне ғана сатып тастайтын болса, көрейікші, не алады екен? Максимальный госпремия 157.280 теңге деп айттым, 2025 жылғы ақпаратқа сәйкес. Одан кейін, егер 4 миллион теңгеңіз 1 жыл бойы жататын болса, онда мемлекет банктың тарапынан 2%, ол 80 мың теңге, 4 миллион 80 мың теңге. Сонда 4 миллион теңгеңізді салып қойдыңызда 1 жыл ештеңе істеген жоқсыз, ешқандай ақша салған жоқсыз. Онда сіздің депозитіңіз 232.280-ге көбейеді, яғни бар жылдың аяғында 1 жылдан кейін 4 миллион 237 мың теңге болады. 237.280 теңге. Ал егер бұл кісі семейный пакетті пайдаланатын болса, жанұялық пакетті пайдалансын, яғни өзі
әкесіне, анасына, ағасына және сіңлісіне немесе қарындасына, иә, енді жаңағы ер адам болса қарындасы, қыз бала болса сіңлісі, иә. Яғни осылай 5 адамға туған туысқандарына бөліп тастайтын болса, 800 мыңнан, иә, түсінікті ғой, иә, барлығынан. Сонда 800 мың теңге түссе, 157.280 теңге. Әр қайсысына 157.280 теңгеден түседі, достар. Түсінікті ма? Кейін мына 800 мың теңгенің 2% 16 мың теңге. Көріп тұрсыздар, иә? 16 мың. Әр қайсысына 16 мыңнан бір жыл бойы жататын болса түседі. Сонда әр қайсының депозитінде 973.280 теңгеден болады. Егер осының барлығын біріктіретін болса, яғни бір адамға біріктіретін болса, онда 4.866.400 теңге болады екен, достар. Бір жылда жиналған ақшасы. Енді бір адаммен салыстырған кезде қараңыздаршы, сіздер мемлекеттен жалпақтап айтқан кезде на ровном месте 629 теңге көбірек алып жатсыздар. Яғни сіздердің бауырларыңыз, туған-туысқандарыңыз неғұрлым көп болған сайын әрқайсысына ашып, бәрі ақшаны салып, бәрін кейін бәрін қосып алатын болсаңыздар, онда мемлекет сыйлығын көбірек аласыздар. Егер достар қараңыздар, бір-біріне қосқан кезде мына банктан түскен сыйақылар да қосылады, госпремиялар да бәрі қосылып, сіздің қаражатыңыз, сіздің 50% болып саналады, достар. Сондай мүмкіндікті максималды пайдаланып алу керек. Жылдың аяғына дейін максималды 31 желтоқсанға дейін ақшаны салып үлгеріңіздер. Ал осы видеоны барынша туған-туысқандарыңызға таратыңыздар. Барлығы осы лайфхакты пайдаланып, жақсы қаражат ақша жинап алсын және өзінің армандаған үйіне қол жеткізсін. Әр қазақ баспаналы болсын, берекелі ереке, ерекең барда берекең бар.